Сәлем достар, біз бүгін гипстен жасалатын магниттер жинағын жасайтын боламыз. Бұның ішінде не бар екенін көрейік. Бұның ішінде бізде бояу бар. Мысық пен иттің пішімі. Нұсқаулық. Және де гипс берілген. Су толтырылған ыдысқа біз гипсті саламыз. Түйіршіктер пайда болмас үшін жақсылап араластыру керек. Ескере кететін жайт, гипс тез қатып қалуы мүмкін, сондықтан сәл жылдамырақ болу қажет. Бізде шыққан массаны біз пішіндерге құямыз. Бұл пішіндер гипс қатқанға дейін күтеміз енді.